Сәбидің есімін туған соң қай күні қою керек? Азан шақырып ат қоюдың мәні неде? Халқымызда жарық дүние есігін шыр етіп ашқан сәбиге есім беру рәсіміне қатысты өзіндік дәстүр мен салт жорағалары бар. Мәселен, азан шақырып ат қою кезде кішкене сәби болашақта сыйлы, құрметті, үлкен азамат болсын деп ниетпен ырым етіп, сәбидің ата-анасы жасы үлкен сыйлы адамдарға қолқа салады. Жақын жұрағат жиналып, ат қоятын адам сәбиді қолына алып, Аллаху әкбар деп азан шақырып, сәбидің оң құлағына есімін 3 рет қайталап айтады. Бұл баланың есінде сол есім қалсын, құлағына сіңсін деген ниетпен жасалынады. Сондықтан азан шақырып ат қою қазақ халқының мұсылмандық жоралғысының қалыпты қағидаларының бірі болған. Әкесінің өзі азан шақыра алмайтын болса, имам молдаларды шақырып, баланың басын құбылаға қаратып, оң құлағына азан айтып, ата-анасы таңдап қойған есімді мұның аты пәленше, сенің атың пәленше деп 3 мәрте айқайлап айтатын болған. Рәсім аяқталған соң дұға оқылып, қатысқан туысқандарды нәрестеге, оның ата-анасы мен туысқандарына ақ тілектерін айтып, үлкендер батасын берген болатын. Міне, осы салт бойынша ат қою рәсіміне жиналғандардың ішінен біреуі қазанның құлағын даңғырлата отырып, балаға қойылған атты 3 рет қайталап, жұртқа жария ететін болған. Ат қою рәсімі аяқталған соң, ат қоюшы ата-ананың қалауымен сәбидің бетінен ашып, көпшілікке көрсетеді. Бұл атты қойылған баланың елімен алғашқы жүздесуі деп есептеген. Міне, осындай әрбір іс-амалын асылын дінімен астастыра білген. Халқымыздың тілінде азан шақырып қойған аты деген тіркес кең тараған. Ал ислам шариғаты бойынша да туылған баланың құлағына азан шақырып ат қою сүннет болып табылады. Яғни, пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, құп көріп жасаған ізгі істердің бірі. Шариғат бойынша нәрестенің оң құлағына азан, сол құлағына қамат айтылады. Имам Әбу Дәуд пен имам Тирмази келтірген хадисте пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қызы Фатима Әли ұлы Хасанды босанған кезде оның құлағына намазға азан айтқандай азан айтқан. Сондай-ақ тағы бір хадисінде кімнің баласы туылғанда оның оң құлағына азан айтып, сол құлағына қамат айтса, ол нәрестеге Умму Сибиян, сәбиді ауру ететін жел немесе жынның кесірі әсер етпейтінін болады деп айтылған. Ислам шариғатында жаңа туылған баланың құлағына азан шақырудың тағы бір мән мағынасы оның бойынан имам сөзін жастайтыннан сіңіру. Өйткені азан мәтінінде адам баласының Алла тағалаға деген сенімі мен мұсылмандығын айғақтайтын куәлік сөздері қамтылған. Яғни, ашхаду ән ла иллаха илля Алла вә ашхаду әнна Мұхаммад абдуху вә расуллах. Калима шахадат сөзі мен ла иллаха Алла Алла калима тахудин сөздері келтірілген. Бұл сөздер мұсылманның шыр етіп дүние есігін ашқандағы еститін алғашқы сөзі, әрі дүниеден өтер сәтінде оған айтылатын соңғы сөзі. Нәрестенің құлағына айтылған азан сөздері оның жүрегіне жетіп, иманды ұрпақ болып өседі.
Мұнымен қоса азан айтудың тағы бір сыры. Азан сөздерінен шайтанның ат-тонын ала қашатынын да, өйткені ол нәрестенің туылғанша бақылайды. Әрбір пенденің жанында қос шайтаны Карин болады. Ал шайтан малғұн азанның даусын естіген кезде құтты қашып жөнеліп кетеді. Азан шақырып ат қою салтын сәби туылғаннан кейін 7-ші күні жасаған жөн. Қандайда бір себеппен сәби кезінде құлағына азан айтылмаған кісінің құлағына өсе келе азан шақырудың да зияны жоқ. Бірақ оның мәні мен маңызды туылған кезде шақырылғандай болмайды. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.